Бүгін 29 қараша. Бұйырса тәрбие сағатын өтеміз. Міне, бұл жерде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тек орыс әдебиетінен төртке шыққан, қалған сабақтарына белсенді қатысып, 5 мен оқыған. Абай атындағы қазақ орта мектебінің 20-ші түлектері Нұрсұлтан Назарбаев ол алғыр зерде оқушы болған. Бұл суретте Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың студенттік шағы бейнеленген. Мына суретте оның жанында тұрған оның жары Сара Алпысқызы. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ең алғашқы жұмысын металлургия саласында бастады. Міне металлургия саласындағы киімі. Ол 1960 жылы 1969 жылдары металлург болып жұмыс істеген. Бұл металлург жұмысына ол Украинаның астанасы Киев қаласында оқыған. Негізгі болғысы келген мамандығы ұшқыш еді, алайда ол Қарағандыда 1969 жылдарда металлургия заводында жұмыс істеді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ең алғашқы еңбек жолын металлургия заводында бастаған. Ол осындай өте жоғары температурада жұмыс істеген, және ол темір балқытатын домна пештердің қасында жұмыс істеді. 1973 жылдары Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы партия комсомол жұмыстарында жауапты қызметтер атқарды. 1973-1977 жылдары комитеттің партком хатшысы болып тағайындалды. 1977-1979 жылдары Қарағанды облыстық партия комитетінің хатшысы, екінші хатшысы болып тағайындалды. 1979-1984 жылдары Қазақстан КП орталық комитетінің хатшысы болып тағайындалды. 1984-1989 жылдары Қазақ КСР министрлік төрағасы болып тағайындалды. 1989-1991 жылдары Қазақстан КП ОК бірінші хатшысы болып тағайындалды. 1991 жылдың 1 желтоқсанында тұңғыш рет Қазақстан президенттік жалпы халықтық сайлау өтті. Ол сайлауда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев басым дауыспен жеңіске жетті. Яғни 98,7% дауысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа берілген екен. 1999 жылы 10 қаңтарда Қазақстан Республикасының президенттің сайлауы болды. Тұңғыш рет баламалы негізде демократиялық үрдіспен өткен бұл сайлауда Қазақстан Республикасының президенті болып Нұрсұлтан Назарбаев қайта сайланды. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің жоғары бас қолбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Шығармашылық тұлға елбасы. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бұл кітаптары Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы, тарих толқынында, Қазақстан халқының азаматтық таңдау, тарихи зерде, ұлттық татулық және демократиялық реформалар, 100 жылға татитын 10 жыл, сындарлы 10 жыл, ғасырлар тоғысында, Қазақстан жолы, тәуелсіздік белестері. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ол сәулеткер. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елорданың Астанаға Бәйтерек, Ханшаты секілді үлкен ғимараттар салғызған. Бұл Бәйтерек, бұл Нұрсұлтан қаласы, бұл үлкен қала, әрі әдемі қала. Елбасының өміріне арналып балық шағының аспаны фильмі түсірілді. Осы көрінісі